Бұл оқиға 19 ғасырдың басында солтүстік Америкада орын алды. 1814 жылы канадалық Темза өзенінің бойында Уильям Гаррисон бастаған ақш әскері үндістердің отрядын тасталған етті. Шайқастан кейін ауыр жараланып өлім аузында жатқан үндіс көсемдерінің бірі америкалықтарға өз шабарманы арқылы мынадай мазмұндағы хабар жібереді. Сендер мені жеңдім деп ойлайсыңдар ма? Мен ата-бабамның жерін қорғап қастерлеу үшін туған адаммын. Менің сендерге айтарым, Гаррисон өледі. Оның артынан ақ нәсілділердің әрбір 20 жыл сайын сайланған көсемдері де өледі. Солардың әрбіреуі өлген кезде барлығың менің қызыл тәнді бауырларымның қалай қырылғанын еске алатын боласыңдар. Шабарманның жеткізген осы хабарын естіп генерал мырс етіп күледі. Арада 30 жыл өтті. 1841 жылдың наурызында ақштың жаңа президенті Уильям Генри Гаррисонның инаугурациясы өтеді. Алайда небәрі бір айдан кейін ол аяқ асты қайтыс болды. Оның билік ету кезеңі Американың тарихындағы ең қысқа билік мерзімі саналады. Гаррисонның өлімі ақ үй қожайындарының түсініксіз өлімдерінің бастамасы болды. Олардың саны 7, әрбір 20 жыл сайын сайланып, мерзімін аяқтай алмай өлгендер. Уильям Гаррисон, ақштың 9-шы президенті, 1840 жылдың күзінде сайланды. Қызметіне 1841 жылдың 4 наурызында кірісті. 4 сәуірде аяқ асты көз жұмды. Авраам Линкольн, ақштың 16-шы президенті, 1860 жылы сайланды. 1865 жылы 15 сәуірде басына атылған оқтан көз жұмды. Джеймс Гарфилд, ақштың 20-шы президенті, 1880 жылы сайланды. 1881 жылы 2 шілдеде арқасына тиген тапанша оғынан ауыр жараланады. Дәрігерлер оқты ала алмай, 4 айдан кейін Гарфилд іріңді ісіктен көз жұмды. Уильям Маккинли, ақштың 25-ші президенті, 1900 жылдың соңында екінші мерзімге қайта сайланды. 1901 жылдың 14 қыркүйегінде көз жұмды. Уоррен Гардинг, ақштың 29-ші президенті, 1923 жылдың 2 тамызында Сан-Францискода аяқ асты қайтыс болады. Гардингтің жесірі оның денесін ашып көруге тыйым салғандықтан, ақ үйдің 29-ші қожайыны неден өлгені әлі күнге жұмбақ. Франк Делано Рузвельт, 4 рет қайта сайланған Американың жалғыз президенті. 1940 жылы ол 3 рет қайта сайланады. 1945 жылы 12 сәуірде миына қан құйылып көз жұмды. Джон Кеннеди, ақштың 35-ші президенті, 1960 жылы сайланды. 1963 жылы 22 қараша күні Техас штаты Даллас қаласының орталық көшесімен ашық лимузинде кетіп бара жатқанда снайперлік винтовкадан өлтіріледі. Осылайша 7 президент үндіс көсемі айтқандай көз жұмды. Біреулері қастандықпен, ал біреулері әртүрлі жағдайға байланысты. Үндістердің Америка президенттерін қарғайтындай не жағдай болғанын еске түсірсек, Британия империясының бақылауынан құтыла сала, жас мемлекет ақш жергілікті халықтардың жерлерін тартып ала бастады. 1795 жылы федералдар бірнеше тайпаны келісімге қол қоюға мәжбүрледі. Келісім бойынша қазіргі Индиана және Огайо штаттарының жерлері ақ нәсілділерге өтеді. Бұған кейбір үндістер қарсы шықты. Шауни тайпасының көсемі Текумзе өз жерлерін Америка билігіне сатуға қарсы шығады. Сол кезде генерал Уильям Гаррисон бағынбаған үндістермен соғысуға бұйрық алды. Соғыс 3 жылға созылды. Үндістер тасталқан етілгеннен кейін Текумзе жоғарыда айтылған қарғысты хабарламасын жібереді. 1840 жылдың күзінде Америка өз президенті ретінде Уильям Гаррисонды сайлады. 1841 жылы 4 наурызда Гаррисон инаугурациялық сөз сөйлеуі керек болатын. Жел соғып, күн салқын болып тұрды. 68 жастағы Гаррисон үндістерді талқандаған кезіндегі қайратының әлі де бар екендігін көрсеткісі келіп, балконға шляпасыз және пальтосыз шығады. Ал оның инаугурациялық сөзі тарихтағы ең ұзақ болып табылады. 2 күннен кейін Гаррисон жоғары температурамен жатып қалады. Өкпесі қабынып, ол 1 айдан кейін қайтыс болды. Әлі күнге белгісіз ол өлерінің алдында Текумзенің сөздерін еске алды ма екен? Бұл расымен де Текумзенің қарғысы болды ма? Жалпы Текумзенің өзі үндіс шаманының ұлы. Оның 2 ағасы француз отаршылдарымен соғыста қаза болған. Текумзе үндістерге ішімдіктен бас тартуға, ақ нәсілді адамдардың іс-әрекеттерін жасамауға және өз жерлерін сатпауға шақырған. 1806 жыл Текумзе күннің тұтылуын, кейіннен айдың тұтылуын болжайды. Осыдан кейін оның соңынан ергендердің саны ұлғая түседі. Шығатын қорытынды Текумзе жасынан бақсылық пен шамандықты жақсы білген. Өзінің білімін үндістерді аяусыз қырған ақ нәсілді америкалықтарға қарсы пайдаланған. 1860 жылы Авраам Линкольн сайлауда жеңіске жетті. Ол ақ үйдің 16-шы қожайыны. 1861 жылы ақпанда Линкольнге қастандық ұйымдастырылады.
Қастандық сәтсіздікке ұшырап, жаулар бірден анықталды. Олар солтүстікке қарсы шыққан оңтүстіктің күштері болып шықты. Сол себепті үндіс көсемінің қарғысын ешкім есіне алмады. Линкольн бірінші мерзімін сәтті аяқтап, екінші мерзімге сайланады. Өзінің екінші мерзімінде ол оңтүстікпен болған азаматтық соғысты сәтті аяқтады. 1865 жылы 14 сәуірде актер Джон Вуд театрдағы спектакль кезінде президенттің басына оқ атады. Келесі күні президент көз жұмды. Дәл осы кезде Линкольннің жақындары үндіс көсемінің сөзін есіне ала бастайды. 1880 жылы Джеймс Гарфилд ақш-тың 20-шы президенті атанды. Ол 1881 жылы 2 шілде күні Вашингтондағы темір жолда арқасына оқ тиіп жарақаттанады. Президентке оқ атқан оқуын аяқтамаған студент Шарль Гита болып шықты. Оның президентке не себепті оқ атқаны түсініксіз. Жарақат әуелде жеңіл көрінген, алайда Гарфилд біліктілігі төмен дәрігерлердің кесірінен зардап шекті. Біріншіден, дәрігерлер оқты денеден шығара алмаған, ал екіншіден, дәрігерлер жараны емдеуде дезинфекцияланбаған құралдарды қолданған. Мұның барлығы 20 жылдан кейін анықталды. Нәтижесінде Гарфилдте сепсис пен гангрена дамып, бұған жүрегі шыдамай, 19 қыркүйек күні ол жүрек талмасынан қайтыс болады. Осыдан кейін Америкада текумзенің қарғысы жайлы айтушылар көбейді. 1900 жылы 2 мерзімге Уильям Маккинли сайланды. 1901 жылы 6 қыркүйекте панамерикандық көрме кезінде анархист Леон Чолгаш оны атады. Бірінші оқ түймеге тиіп қиыс кетеді, ал екіншісі президенттің денесіне тиді. Маккинли госпитальға жеткізілгенімен оқты алу мүмкін болмады. Бұған қарамастан ол жазыла бастайды. Ал егерде дәрігерлер осы көрмедегі рентген аппаратын қолданғанда, бәлкім алынбаған оқтың айналасындағы қабынуды көрер еді. Уильям Маккинли ішкі органдардың гангренасынан қайтыс болды. 1920 жылы сайлауда Уоррен Гардинг жеңіске жетті. Оның билік ету кезеңінде көптеген атышулы жанжалдар орын алды. Әсіресе олардың қатарына парақорлық және билікті асыра пайдалану тәрізді жанжалдар кіреді. Гардинг бүкіл елде турнелер ұйымдастырды. Сан-Францискоға келгенде оның жағдайы нашарлап, қонақ үйді тынығуға шешім қабылдайды. Бірнеше күн өткеннен кейін президент қонақ үйде қайтыс болды. Ресми себеп жүрек талмасы. Алайда оның әйелі мәйітті ашуға тыйым салып, қонақ үйде денені бальзамдауға бұйырады. Осыған қарағанда, Гардингті өз жандағы адамдар улап өлтіруі мүмкін. Өз мерзімін аяқтай алмай қайтыс болған келесі екі президент Франклин Рузвельт және Джон Кеннеди. Рузвельт 4-ші мерзімге енді кіріскенде миына қан құйылып көз жұмды. Ал Кеннедиді 1963 жылы бұрынғы теңіз әскері Ли Харви Освальд атып өлтіреді. Бір қызығы, қастандық жасалмай тұрып Кеннедидің күзет басшылығына президентке қауіп төніп тұр деген экстрасенстердің хабар келеді. Текумзенің қарғысы жайлы айтқан көріпкелдердің де хабарламалары келіп жатты. Олардың бәрі сол кезде толықтай зерттелген. Бүгінде орталық барлау басқармасы, яғни ЦРУ және Федералды тергеу бюросы, яғни ФБР-дің архивінде сақтаулы. Кеннедидің замандастарының сөзінше, ол өзінің қауіпсіздігіне атүсті қараған. Бірінші оқ президенттің арқа тұсынан келіп, иығына тиіп, алдынан тамағын тесіп өтеді. Екінші оқ басқа тиіп, бас сүйектерін тесіп жарып, миға зақым келтіреді. Джон Кеннеди ауруханаға жеткізілгенімен жарты сағат өткеннен кейін ол о дүниелік болды. Қастандық кезінде машинада болған Техас штатының губернаторы Коннолли де ауыр жарақаттанады. Онымен қоса өтіп бара жатқан жүргіншілердің бірі жеңіл жарақат алды. Қастандық жасады деген айыппен ұсталған Ли Харви Освальдты 2 күннен кейін полиция бөлімшесінде Даллас тұрғыны Джек Руби атып өлтіреді. Джек Рубидің өзі көп ұзамай түрмеде өлді. Кеннедидің өліміне қатысты ресми баяндама 1964 жылы жарияланды. Баяндаманың хабарлауынша Кеннедиді өлтірген Освальд ол ғимараттың жоғарғы қабатынан оқ атқан. Осылайша Текумзе айтқандай 7 президент өлім құшты. Ең қызығы, осы жетіліктен кейінгі 20 жыл сайын сайланған президенттердің жағдайы не болды екен? 1980 жылы президенттікке Рональд Рейган сайланды. 1981 жылы 30 наурызда Хилтон қонақ үйінен шыққан кезде Рональд Рейганға Джон Хинкли 6 мәрте оқ атады. Президент жанындағы 3 адам жараланып, Рейганның өзіне оқ тиеді. Госпитальға жеткізіліп ота жасалғаннан кейін ол сауығып кетті. 2000 жылы сайланған кіші Джордж Буш та аман-есен мерзімін өтеді. Алайда 2005 жылы Буштың Грузия президентімен кездесуі кезінде Владимир Арутюнян лақтырған граната жарылмай қалады. Осымен видеода өз мәресіне жетті. Лайк басып, арнаға жазылыңыз.